Аса қадірлі көрермендер, тыңдармандар, 40 жыл бойы жаным сүйіп айтып келе жатқан тамаша әндердің бірі ол Шәмен Иса ұлы ағамыздың туған ел сағынышы деген әні. Кейбір материалдарда атамекен сағынышы деп те атаған ғой деймін. Өзімше ойлап қоям, осы әнді ағамыз қоңырдөң деп атаған болса қандай тамаша болар еді деп. Өйткені ән өлеңінің басынан аяғына дейін қызыл жіптей болып тартылып, неше жерінде қайталанып қоңырдөң деген сөз қайталанады. Енді бұл жердегі қоңырдөң автор екінші шумағында өз айтқандай, бабаларының басы жатқан күмбездерін күн сүйген қасиетті қоңырдөң. Бұл ән негізі туған жерге, туған елге деген терең махаббаттан, керемет сағыныштан туған, өлеңі мен әуені бір-бірімен өте қабысқан, өте суретті, сұлу ән. Енді осы әннің де құрамында араб парсы тілінен, мүмкін осынан 1000 жыл бұрын енген шығар, жәннат және сүре деген сөз бар. Осы екі сөз енді осы әннің көптеп айтылуына, сахналарға қайтадан көтерілуіне кедергісі бола ма деген ізгі ниетіммен тоқталып отырмын. Енді жәннат деген сөзді манат деген сөзге өзгерткенді жөн көрдім. Себебі жасыл кілем жамылған жер дейді мысалы. Жасыл манат жамылған деген сөз бар. Бұл жердегі манат қымбат бұлдың, рақтың аты. Енді жердің астындағы өзіміз көрмеген жәннатқа теңегеннен гөрі, сол көріп жүрген манатымызға теңеген тіпті дәйбет пе екен деп ойлаймын. Одан кейін соңғы 3-ші шумағында керемет шумақ. Ол шумақта тұсыңа келгенде күре жол бойлап, сыйынам мүрдеңе сүрелер ойлап деген сөз бар. Сол жерде сүре деген сөз. Ол да діни атау, сондықтан оны да өзгерттім. Қазір тыңдай жатарсыздар. Енді бұл сөздер әнеугүні Қабыл ағамыздың өлеңін, мың марал әнінің өлеңіндегі ұжмақ деген сөз туралы бір адам мынандай пікір жазып қойыпты, ол өзіміздің байырғы сөз деп. Себебі енді 1000 жыл, 10 ғасырдың жүзі болып тұрса, бұл сөздердің алдының енгеніне әрине өзіміздің сөз сияқты болып кеткен. Енді бірақ ешкімге өкпелемейміз. Қазіргі кейбір идеологиялық талаптар бар деген сияқты. Сондықтан оны ешкімге өкпелеуге келмейді. Қайта өстіп, өзіміз бас аяғын түзеп, берлеп, көптеп айтып жүрсек, оның өзі де құба-құп жақсы әңгіме, ғанибет. Туған ел сағынышы, өлеңі де әуені де Шәмен Иса ұлы ағамыздікі. Ойлаймын даламды, жұпары ескен, ақбастау арайлы, бұлттары көшкен, қайдекем айна көл, құстарым қонған, сағындым туған ел, құштарым болған. Қоңыр бел манатым ұшқан, қоңыр ән, қоңыр жел қанатым ұшқан. Әніңді сағындым, бәріңді сағындым, жырың боп ағылдым, бәріңе табындым, бәріңе табындым. Құмартам мен саған, қадірлеп ойлап, ақ бөкен жусаған, адырлы аймақ. Тұр сенде қоңырдөң, ғаламның жасы, кеудеңе көмілген бабамның басы. Қоңыр бел
қара мекенін өзіне ізет қып қарап өтемін. Ой, қоңырдың қоңыр бел манатын құшқан, қоңыр ән қоңыр жеп қанатым ұшқан. Әніңді сағындым, бәріңді сағындым, жырың боп ағылдым, бәріңе табындым, бәріңе табындым. Иә, бұл менің бір білгіштігімнен, ғұламалығымнан болып жатқан әңгіме емес. Жоғарыда естіп білдіңіздер. Дұрыс түсініп, дұрыс қабылдарсыздар деп ойлаймын. Енді бұл өлең бірінші шумағы үшінші жақпен жазылғанда, екінші шумағы бірінші жақпен жазылған. Соңғы шумағында араласып кеткен, сондықтан соңғы шумағын мен бірыңғай үшінші жаққа келтіріп, жалғау жұрнақтарын солай түзедім. Түсінікті, әйбет болды деп ойлаймын. Тыңдап көрерсіздер.